Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бұл сыр мектеп-лицейінің 11 сынып оқушылары Аяш Дәулет және Отарбаева Аяжан. Бүгін біз перекладка әдісімен анимация жасауды үйрететін боламыз. Ол үшін бірінші жоғары ұяшықтарда анимейшн батырмасын басамыз. Бізде мынандай ұяшық шығады. Сосын біз кейіпкеріміздің әр дене бөлігін бөлек слойға саламыз. Кадрлардың астында stage schematic ұяшығы бар. Ұяшықта table немесе үстел деген ұяшық бар. Оның орнына кейіпкеріміздің кеудесін алып, қалған бөліктерін оған бекітеміз. Одан кейін animate батырмасын басып, центр құралын таңдаймыз. Және денелердің қозғалатын бұрышына апарамыз. Одан кейін сүйек батырмасын басып, inverse kinematic құралын таңдаймыз. Оның көмегімен біз дененің бөлшектерін қозғалтамыз. Енді осы құралды пайдаланып, кейіпкерімізді қозғалтамыз. Әр кадрда дененің бөлшектерін бөлек қозғалтамыз. Міне бізде перекладка әдісімен осындай анимация пайда болды. Сіздерге видео түсінікті әрі пайдалы болды деген үміттеміз. Қош сау болыңыздар.